дауыс? Иә, бір жерден мысықтың дауысы шығып жатыр. Ой, ол әне? Ағаштың басына шығып алып, салмай тұр. Оны ағаштан түсіріп алу керек. Қалай? Ол тым биікте ғой. Мүмкін сатын әкелерміз. Мен өрмелеп шығып, түсіріп алайын. Онда мен шыжға келейін. Мысық оның иісіне жүгіреді. Ой, ішім пысып кетті. Не ұрласақ екен? Жарайсың, Елдос. Қарашы, қандай сүйкімді мысықты құтқардың. Енді оған тамақ беру керек. Сәлем, достар. Сәлем, Настя. О, Настя, сәлем. Мысық па? Біз жаңа ғана оны ағаштың басынан түсіріп алдық. Қалай түсіріп алдыңдар? Ол тым биікке шығып алып, салмай тұр екен. Ал Елдос оны сатыға шығып, жерге түсіріп алды. Жарайсыңдар. Сендер нағыз құтқарушылар сияқты ерлік жасапсыңдар ғой. Ой, сол да сөз болып па? Настя, сен өзің не істеп жатсың? Мен де бір жануарды құтқармақпын. Сол үшін теңіз жағалауына бара жатырмын. О, қандай аңға көмек керек екен? Амур жолбарысы. Табиғатта олардың бірнешеуі ғана қалды. Сондықтан оларды құтқару керек. Ой, сол да сөз болып па? Ақмақтар, ұрлайтын нәрсені өздері айтып берді. Біреудің мысығын ұрлап қайтеміз. Одан да өзіміз бағып алайық. Айдағы мысық. Әлі түсінбедің бе? Біз Амур жолбарысын ұрлаймыз. Ой, мен жолбарыстан қорқам. Оны қайтып ұрлаймыз. Ақмақ болма. Жүр, кеттік. Ғажап, жолбарыстың өзін құтқарама? Настя, бізде барайықшы. Иә, бізде барайықшы. Әрине бірге барайық. Қызық болады. Тек қалың киімдеріңді алыңдар. Ол жақта өте суық. Алақай, біз жолбарыстарды құтқаруға барамыз. Настя, кездескенше. Ой, мына жолбарыстар қайда ұшып кетті? Ой, ұшатын жолбарысты көрмеппін. Қазір мен олардың іздерін салайын. Олар мұнда ағайындарымыз келген екен деп қалсын. Доғар, қазір тағы бір нәрсені бүлдіресің. Піш. Әне, олар. Қазір кішірейтеміз. Не ғып тұрсың? Торды ұста, қашамыз. Уссурия жолбарыстарың отаны теңіз жағалауына қош келдіңдер. О, яғни олар әрі күшті шығар. Жыртқыштардың арасында оған тең хайуан жоқ. Ал жылдамдық жағынан қабыланнан ғана қалып қояды. Осындай сұлуда айбынды жануардың азайғаны өкінішті. Жә, Елдос, әдемі терісі үшін оларды тіпті аулайтындар да бар. Сұмдық! Мұндай қастандыққа жол бермеу керек. Солай. Қазір мен сендерге Амур жолбарыстарын көрсетем. Олар осы маңда жүреді. Ой, олар мүлде көрінбейді.
қайда кетті екен? Жоқ, оларды ұрлап кетті ме екен? Ұрлап? Оны кім ұрламақ? Мен оны кім ұрлағанын білетін сияқтымын. Бірақ оларды қалай табамыз? Мына іздерді қараңдар. Жолбарыстың іздері ғой. Кеттік, ізге түсейік. Настя, сен бізді осында күт. Не істеп жатырсың? Тез болсайшы. Мен жолбарыстардан қорқам деп айтып едім ғой. Хей, ұрылар, тоқтаңдар. Жолбарыстарды қайтарыңдар. Кеттік, қуып жетеміз. Не болып жатыр? Бұл не? Біздің жанармайымыз бітті. Біз тездетіп қонуымыз керек. Белдік тағамыз. Ұсталдыңдар ма, ұрылар? Сені ме? Біз сендерге көрсетеміз. Бұбу, ұрысқа. Қане, бар күшіңді аяма. Міне, олар өз мекендеріне аман есен жетті. Рахмет, достар. Сендерге шексіз ризамын. Настя, осындай сирек кездесетін аңды құтқарғанымыз үшін өзіміз қуанып тұрмыз. Амур жолбарысы Ресейдің қызыл кітабына енген. Қазір оның мекендейтін аймағын ерекше қорғауға алған. Тамаша. Достар, жолбарысты ұрылардан құтқарып қалғандарың үшін сендерге мың алғыс. Саяхат тамаша болды. Дегенмен кеш болып кетіпті. Елге қайтайық. Жолдарың болсын. Тағы қандай аңға көмегіміз керек екен? Иә, жануарларға қамқорлық жасаған маған да ұнап қалды. Кеттік, Аяжан. Ақтөске тамақ береміз. Күшка, Ақтөс.